وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Әлемдердің жаратушысы болған, бізге шексіз нығметтерін берген және сол нығметтердің ішіндегі ең ұлығы болған ислам иман нығметін беріп, біздерді мұсылмандардан еткен Алла тағалаға хамду саналар, шексіз мақтаулар болсын. Алла тағаланың соңғы елшісі сүйікті пайғамбарымызға, оның отбасына, сахабаларына және сол кісілерге қияметке дейін ізгілікте ергендерге Алла тағаланың салауат сәлемдері болсын. Алла тағала осындай қасиетті жұма күнінде бір өзінің разылығын іздеп, ұзақтан жақыннан басып келіп жатқан әрбір қадамдарымызға сауаптан жазып, әрі күнәларымызды кешіріп, сондай-ақ өзінің құзырындағы дәрежелерімізді жоғарылатқан болсын. Алла тағала Құран кәрімде адамның бұл дүниеге келуден негізгі мақсатын, бұл дүниеге келудегі негізгі міндетін баяндап, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деді. Енді құлшылық не деген кезде ғұламаларымыз жалпы құлшылықты бірінші Алла тағала өзі көрсетіп, баяндап берген құлшылық Құранда және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде баяндап берген құлшылық дейді. Және екіншісі, адам ниетін түзету арқылы сауапқа айналатын амалдар дейді. Яғни құлшылық бұл нақты түрі, сипаты, көлемі баяндалған құлшылықтар болып, және екіншісі кез келген Алла тағала жақсы көретін амал Алла разылығы үшін істелетін болса, онда ол құлшылық болып табылады. Және сондай-ақ күнделікті сіз жасайтын амалдар, егер оны да ниетіңізді туралап, ниетіңізді түзетіп істейтін болсаңыз, ол да құлшылық болып табылады. Мысалы, тамақ жеу, ұйықтау, ол күнделікті сіз атқаратын мубах амалдардан. Бірақ егер сіз оны ниетіңізді дұрыстап, дұрыс ниетпен, жақсы ниетпен атқаратын болсаңыз, яғни мен ұйықтап күш жинап алайын, сөйтіп түнгі намазға тұрайын, немесе тамақ жеп алып, сол бойымда қуатпен құлшылық жасайын, Құран оқиын, немесе бір бауырыма көмектесейін деген сияқты сізде жақсы ой ниет болатын болса, онда ол да құлшылық болып табылады. Енді Алла тағала Құран кәрімде баяндаған құлшылықтар не деген кезде адамның ойына бірінші кезекте намаз келеді. Намаз Алла тағала бұйырған құлшылық. Қалай, қай уақытта орындауды бізге шариғат өзі көрсетіп берген. Көлемін, мөлшерін, уақытын, түрін, сипатын барлығын баяндап берген. Ораза, ол да Алла тағала бұйырған құлшылықтардан. Оны да шариғатымыз баяндап берген. Қажылық, ол да құлшылық. Зекет, ол да құлшылық. Құран оқу, ол да құлшылық. Адамнан құлшылық не деп сұрайтын болсаңыз, онда бірінші кезекте осы нәрселерді айтады мұсылман адам. Намаз, ораза, зекет, қажылық, Алла тағаланы зікір ету. Ал бірақ көптеген адамдар Алла тағала Құранда бұйырған құлшылықтың бір түрі бар, ол жайында көп ойлана бермейді. Құранда Алла тағала бұйырған және соны орындаған адамдарды улул әлбаб, ақыл иелері деп атаған. Ол қандай құлшылық? Ол мұсылман адамның қандай міндеті? Алла тағала Құран кәрімде
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Шынында, ақиқатында, аспандардың жаратылуында, жердің жаратылуында, және күн мен түннің ауысуында ақыл иелері үшін белгілер бар дейді. Ақыл иелері үшін белгілер бар. Алла тағаланың құдіретін көрсететін, Алла тағаланың құдіретін сездіретін, адамның иманын арттыратын, тақуалығын арттыратын, ақиретке қатысты уайымын арттыратын белгілер бар ақыл иелері үшін. Ал енді олар кімдер ақыл иелері? Алла тағала аяттың жалғасында الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Ол ақыл иелері дейді Алла тағала, ертелі кеш жатса да, тұрса да, және отырса да Алла тағаланы зікір етеді дейді. Алла тағаланы зікір етеді. Демек, адам ақыл иесі болу үшін Алла тағала Құранда айтқан, мынау аспан жердің жаратылысынан, Алла тағаланың сол жаратылысына қойған белгілерден пайда алу үшін, сол арқылы иман арту үшін, шынайы ақыл иелерінен болу үшін адам ең бірінші кезекте әхлу зикр, яғни зікір иелерінен болу керек. Алла тағаланы әрдайым зікір етеді. Аллазина язкурун Аллаха қияма. Тұрса да, ва қууда, отырса да, ва аля джунубихим, жатса да, Алла тағаланы әрдайым зікір ететіндер. Зікір білесіздер, тілдің зікірі және ділдің зікірі. Яғни тілдің зікірі және жүректің зікірі болып екіге бөлінеді. Негізгі зікір бұл ғұламаларымыз айтқандай жүректің зікірі. Демек, сіздің жүрегіңіз әрдайым Алла тағаланы еске алып тұрады, әрдайым Алла тағаланы зікір етіп тұрады. Бұл негізгі зікір. Екінші зікір бұл тілдің зікірі. Яғни сіз тіліңізбен әрдайым Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, астағфируллах, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим, тағы да басқа да Алла тағаланы ұлықтайтын сөздерді айтып жүресіз. Бұл тілдің зікірі. Ғұламаларымыз айтады, зікірдің ең ұлысы бұл тілмен ділдің, яғни тілмен жүректің бірге қосылып айтқан зікірі дейді. Демек, жүрегіңіз әрдайым Алланы еске алып, Алланы зікір етіп тұрады, соны тіліңіз растап, әрдайым зікірде жүресіз. Қолыңызда тәспіңіз, қазір әлгі зикір деген тәспі бар, жақсы, ыңғайлы, сол сияқты дүниені алып, ол сізге еске салады зікірді. Алып, Алла тағаланы зікір етіп жүресіз. Егер қолыңыз бос болса, әдетіңізде зікір айтып жүру болмаса, онда ойыңыз әр нәрсеге бөлініп кетеді. Ал қолыңызда мысалы тәспі болса, немесе әлгі қазіргі заманауи электрондық тәспілер болатын болса, ол сізге зікірді еске салып тұрады. Және қажет болса қанша рет айтқаныңызды да сізге ескертіп тұрады. Яғни әр айтқан сайын басқан кезіңізде барлығы тіркеліп тұрады. Бүгін қарайсыз, 1000 рет зікір айтыпсыз, ол сізге мотивация болады. Ертеңгі күні одан көбірек айтасыз. Және әлгі мына зікірді кім 100 рет айтса былай болады, кім 10 рет айтса былай болады деген сияқты хадистерді оқыған кезде соны бақылауда, ұстауда сізге жеңіл болады. Демек, ақыл иесі болу үшін сіз бірінші кезекте әрдайым Алла тағаланы зікір етіп жүруіңіз керек. Аллазина язкурун Аллаха қияман ва қууда ва аля джунубихим. Тұрса да, отырса да, жатса да Алла тағаланы зікір ететіндер дейді. Сол үшін де ғұламаларымыз айтқан, кімнің сөйлеуі зікір болса, үндемеуі пікірлеу болса, қарауы ғибрат алу болса, ол адам шынайы Алланың тақуа бақытты
ақылды құлдарынан дейді. Демек, бірінші кезекте сіз әрдайым зікірде болуыңыз керек. Әрдайым зікірде болуыңыз керек. Бірінші жүректің зікірі, тілдің зікірі. Енді тілмен айтуға болмайтын жағдайлар болады. Ол кезде сіз әрдайым жүрекпен Алла тағаланы зікір етуіңіз керек. Ал енді ең төменгісі бұл тек қана тілдің зікірі дейді. Яғни ойыңыз басқа жақта, бірақ тіліңізбен сіз Алла тағаланы зікір етесіз. Бірақ бұл зікірдің де өзіндік пайдасы бар. Неге? Өйткені сіз әрдайым Алла тағаланы зікір етіп жүрсеңіз, мүмкін ойыңыз басқа жақта шығар, басқа нәрсені ойланып жүрген шығарсыз, бірақ соның өзінде де Алланы зікір етіп отыратын болсаңыз, сіз өзіңізді, тіліңізді ғайбаттан, жаман сөздерден сақтайсыз. Бұл ақыл иелерінен болу үшін бірінші шарт. Сіз зікір иелерінен болуыңыз керек. Әрдайым Алла тағаланы зікір етіп жүруіңіз керек. Және Алла тағала аяттың жалғасында айтады: وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Және олар аспандар мен жердің жаратылысында пікір жүргізеді дейді. Пікір жүргізеді. Нәтижесінде Раббана ма халақта хаза батилан субханака фақина азабан нар. Олар ғибрат алады, олардың имандары артады, тақуалықтар артады. Сөйтіп олар: "О Алла тағала, сен мұның барлығын бекерге жаратқан жоқсың. Алла тағала бізді тозақ отынан сақта, тозақ азабынан сақта" деп олар дұға етеді дейді. Демек, сіз Алланың құзырында, Алланың алдында ақыл иелерінен болғыңыз келсе, онда бірінші кезекте әрдайым зікірде жүруіңіз керек, екіншісі пікірде жүруіңіз керек. Яғни пікірлеу, ойлану. Бұл да Алла тағала бұйырған құлшылық болып табылады. Алла тағала бұйырған құлшылық болып табылады. Бірде Билал радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды намазға шақыруға жанына бөлмесіне кірген кезде, пайғамбарымыздың үйі білесіз, мешіттің тура жанында болған. Сонда қараса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жылап отыр екен. Билал радиаллаху анху сұрайды. Тағы бір риуаяттарда Айша анамыздың да сұрағаны баяндалады. Я Расулаллах, ма юбкика? О Алланың елшісі, сені не жылатып жатыр? Неге жылап жатсың деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Бүгін маған бір аят түсті" деді. Уайлун лиман қарааха ва лам ятафаккар фиха. Сол аятты оқып, сосын пікірлемеген, ойламаған адамға өкініш болсын деді. Ол қай аят? Ол қазір біз сізбен естіген, оқыған аят. Алла тағала: "Инна фи халқис самауати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахари ла аятин ли улил албаб." Шынында, ақиқатында аспандардың, жердің жаратылысында, күн мен түннің ауысуында ақыл иелері үшін белгілер бар. Олар жатса да, тұрса да, отырса да Алланы зікір ететіндер, және әлемнің жаратылысына қарап ой жүгіртіп пікірлейтіндер, ойланатындар деді. Демек, пікірлеу, ойлану, ғибрат алу — бұл Алла тағаланың тікелей бұйрығы. Бұл да сіз бен бізге міндеттелген, жүктелген құлшылық болып табылады. Ол құлшылықпен қашан айналыстық? Соңғы рет қашан айналыстық? Сіз намазды естен шығармай оқуға тырысасыз. Қолыңыздан келгенше зікір етуге тырысасыз. Демек, намаз бұл құлшылық, зікір құлшылық, Құран оқу құлшылық, шүкіршілік ету бұл да құлшылық, жүректің құлшылығы. Алла тағала сізге берген нығметтерге шүкіршілік ету, ол да құлшылық. Шүкіршілік ету, Алланың бергеніне разы болу, және сол берген нәрсесін, нығметін күнәға жұмсамау, күнәға пайдаланбау, керісінше сауапты іске пайдалану. Және тағы бір Алланың сізге міндеті
міндеттеген ол ой жүгірту, пікірлеу. Құранда Алла тағала көптеген аяттарда айтады. Құл инзуру, айтуа Мұхаммад, олар қарамай ма, олар ойланбай ма? Афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат, олар қарамай ма түйенің қалай жаратылғандығына? Ва илас самаи кайфа руфиат, аспанда Алла тағаланың қалай көтеріп қойғанына қарамай ма? Ва илал джибали кайфа нусибат, қалай бір темір қазық сияқты етіп, жердің қазығы етіп, тауларды жаратып қойғанына қарамай ма? Ва илал арди кайфа сутихат, жерді қалай жазып қойғанына қарамай ма? Басқа бір аятта Алла тағала аспанға қара, жұлдыздарға қара, хәл тара мин футур, бір кемшілік көресің бе? Сумма ржи'ил басара карратайн, қайта-қайта қара деп Алла тағала көптеген аяттарда бізге ой жүгіртуді, пікірлеуді, қарауды бұйырады. Демек, ол да Алла тағаланың сізбен бізге бұйырған құлшылығы, пікірлеу. Сол үшін де ғұламаларымыз не деген? Кімнің сөзі, яғни сөйлеген кезде, сөйлеген сөзі зікір болса, үндемеген кезде, үндемеуі пікір болса, яғни пікірлеу болса, бір нәрсеге қараған кезде ғибрат алу болса, оның қарауы, ол адам шынайы Алланың сүйікті бақытты құлдарынан дейді. Демек, пікірлеу бұл Алла тағаланың бізге бұйырған құлшылығы болып табылады. Енді адам нені пікірлеу керек? Неге қарап ой жүгірту керек? Ғұламаларымыз Алла тағаланың белгілері, Құранда Алла тағала айтып жатыр ғой, Алланың белгілеріне қарамай ма олар деп. Көптеген аяттарда пікірлемей ме? Афала ятафаккарун, афала татафаккарун, олар пікірлемей ме, олар ойланбай ма? Бұл аяттарда пікірлеушілер үшін ғибрат бар деп Алла тағала айтады. Енді біз неге қарап ой жүгіртуіміз керек? Не нәрсеге қарап пікірлеуіміз керек? Ғұламаларымыз айтады, Алланың белгілері аятун танзилия және аятун таквиния болып бөлінеді дейді. Аятун танзилия Алланың нәзіл еткен аяттары. Өз аят деген сөздің мағынасы белгі. Құрандағы біз аят дейміз ғой. Мысалы, мына сүре, Бақара сүресі 286 аят, Фатиха сүресі 7 аят, Мүлік сүресі 30 аят деген сияқты. Сол аят деген кезде, аят деген сөздің мағынасы негізі белгі дегенді білдіреді. Белгі. Ол неге белгі? Алланың құдіретін білдіретін белгілер. Енді Алла тағала Құран кәрімде белгілер деп екі нәрсені айтады. Белгілер бұл Алла тағала Құранда нәзіл еткен, түсірген белгілер, және екіншісі сіздің төңірегіңіздегі, айналаңыздағы Алланың құдіретін білдіретін белгілер, яғни жаратылысындағы белгілер. Жай ғана бір мысал. Өлім. Өлім адам үшін ғибрат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қабірлерді зиярат етіңдер дейді. Көптеп зиярат етіңдер, өйткені ол сендерге қияметті еске түсіреді деді. Қияметті естеріңе салады. Қияметті естеріңе түсіреді деді. Демек, қабірді зиярат ету пікірлеу үшін бір себеп. Жаназаға қатысасыз. Ол да сіз үшін ғибрат болуы керек. Бірақ сол дүниелер өзінің функциясын атқарып жатыр ма? Біз керекті пайдамызды алып жатырмыз ба? Жаназаға қатысқан кезде, барып мәйітті қабірге қойған кезде пікірлеп жатырмыз ба? Ол Алла тағаланың белгілері ғой дүниедегі. Ахиретте еске салатын, қияметте еске салатын, өлімнің бар екендігін,
ертең біздің де басымызға сол күннің туатындығын еске салатын белгілер. Сіз бен біз сол жайында пікірлеп жатырмыз ба? Пікірлеп жатпасақ, онда біз Алла Тағала Құран кәрімде олардың жүректері бар, түсінбейді, көздері бар, көрмейді, құлақтары бар, естімейді, олар жануар секілді деген әлгі ойымен Алла берген ақылын істетіп пікірлемейтін, көзімен қарап ғибрат алмайтын, құлағымен пайдалы нәрселерді естіп ғибрат алмайтын, Алла Тағала жануарға, малға теңеген адамдардың қатарына түсіп қаламыз. Неге? Өйткені Алла Тағала оларға ол мүмкіндікті берген жоқ. Алла бізге сол мүмкіндікті берді. Пікірлеу бұл да Алла Тағаланың бізге бұйырған міндеті болып табылады. Зікір ету, шүкір ету, пікір ету. Мысалы, тамақтың өзіне қатысты ғұламаларымыз не дейді? Сіз тамақ жейін деп жатқан кезде сізде 3 міндет бар деді. Біріншісі зікір ету, яғни тамаққа қолды салардан алдын бисмиллах деп Алланың есімін айтып, Алланы зікір етіп тамақты бастау. Және екіншісі пікір ету деді. Пікір ету, яғни тамаққа қарап Алланың құдіретін сезінуге болады. Сіздің алдыңызда тұрған бір кесе, бір табақ, бір тостақ тамақты Алла Тағала сізге әлемнің бұрыш-бұрышынан жинап әкеп берді. Оған бағана қосылған бұрыш, бір көрші елден, ол жердегі әлгі пастасы, макароны, спагеттиі, мысалы Италиядан келді, тағы бір мәселесі тағы бір жақтан келді. Алла Тағала бүкіл әлемнен жинап сіздің алдыңызға соны тамақ етіп, рызық етіп әкеліп берді. Сіз қарап, ойланып, пікірлеуіңіз керек. Және соны жеп жатқан кезде қанша адамдардың тамақ таба алмай қиналып жатқанын есіңізге түсіруіңіз керек. Жай ғана мынау таяу шығыста балалардың, кішкентай балалардың суға таласып жатқанын көресіз. Су жоқ, тамақ жоқ. Оларға тамақты жеткізейік деп кейбіреулер бағанағы әуеден ұшақпен келіп тастап жатыр. Оның біреуі суға түсіп, біреуі тағы басқа жаққа түсіп. Көріп жатырсыз әлемде қандай қиындықтардың болып жатқанын. Адамдар суға зар болып жатыр. Сіз шомылып жатқан кезде, әлгі суды ысырап етіп ағызып қойып жатқан кезде соны пікірлеуіңіз керек, соны ойлауыңыз керек. Және одан ғибрат шығаруыңыз керек, нәтиже шығуы керек. Және үшіншісі дейді ғұламаларымыз шүкіршілік ету дейді. Яғни жай ғана бір тамақтың өзінде бірінші зікір, пікір және шүкір. Соңында Алла Тағала осы бергеніңе шүкір. Осындай тыныш өмір бергеніңе шүкір, бейбітшілік бергеніңе шүкір деп. Алла Тағалаға шүкіршілік етіп, Алланы ұлықтап, одан кейін ары қарай пікірлегеннен кейін соған жараса әрекет ету. Қолдан келгенше сол бауырларыңызға көмектесу, тамақты ысырап қылмау, басқа тамағы жоқтарға жәрдемдесу. Мұның барлығы неден шығады? Осы пікірлеуден шығады. Және пікірлеудің ең маңыздысы, ғұламаларымыз айтады, бұл өзіңізге қатысты пікірлеу деді. Өзіңізге қатысты. Яғни кез келген амалды жасаудан алдын сіз бірінші ойлануыңыз керек. Ғұламаларымыз айтады, адам кез келген амалды жасар кезде бірінші амалды жасаудан алдын, екіншісі амалды жасап жатқан кезде, үшіншісі амалдан кейін пікірлеп ойлануы керек дейді. Яғни мен қазір мына сөзді айтпақшымын. Ол сөзді не үшін айтамын? Айтуға қажеттілік бар ма? Ол сөзді айтсам, одан біреуге пайда бар ма, жоқ па? Өзіме пайда бар ма, жоқ па? Пайда болмаса жарайды, пайда болмасын. Бірақ зиян бар ма, жоқ па? Сіз біреуді жамандайын деп жатырсыз. Біреудің айыбын ашайын деп жатырсыз. Одан қандай пайда бар? Бір адам онымен істескісі келіп, яғни жұмыс істемекші болып, сіз ескертіп жатырсыз ба? Бауырым, ол адамға жақындамай-ақ қой, ертең өкініп қаласың деп. Сөйтіп бір-екі мысалды айтып жатырсыз ба? Немесе жай ғана пайдасы жоқ, әшейін әңгіме қылып айтып жатырсыз ба? Не үшін айтып жатырсыз? Одан естушіге пайда бар ма? Айтушыға пайда бар ма? Неге? Өйткені
ертең Алла тағаланың алдында сол сөзіңіз үшін сұраласыз. Не үшін сөйледің? Не айттың, одан сұраласыз. Ертең Алла тағаланың алдына барған кезде. Нені айттың, не айттың, ол жайында сұраласыз. Не айтпадың, неге айтпадың, ол жайында сұраласыз. Мысалы, біреудің ақысы желініп жатыр. Сіз сол жерде бір ауыз сөз айтып, болысуға мүмкіндігіңіз бар. Біреудің ақысын қорғап қалуға, құқығын қорғауға мүмкіндігіңіз бар. Сөйлемедіңіз, айтпадыңыз. Дінімізде не дейді ол жайында? Әс-сакиту анил хаққи шайтанун ахрас. Ақиқатты айтпай үндемей қалған адам мылқау шайтан дейді. Ертең Алла тағаланың алдында сұраласыз ба? Сұраласыз. Яғни сіз не айттыңыз, не айтпадыңыз, және не үшін айттыңыз, не үшін айтпадыңыз, одан да сұраласыз. Қандай ниетте айттыңыз? Демек, сіз таңертең, мысалы, таң намазынан кейін отырып, бірінші ойланыңыз, пікірлеңіз. Алла тағала маған тағы бір күнді берді. Осы күн ертең қияметте менің пайдама шешілсін десем, онда мен мына нәрселерді істеуім керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Өзіңізге міндеттерді жүктеңіз. Одан кейін екіншісі сол амалды істеп жатқан кезде дейді. Сол амалды істеп жатқан кезде. Өзіңізді бақылау. Мен Алла разылығы үшін істеп жатырмын ба, ықыласпен істеп жатырмын ба, не үшін істеп жатырмын, не үшін істемей жатырмын. Және одан кейін үшіншісі амалдан кейін дейді, істеп болғаннан кейін. Қалай істелді, кім үшін істелді, не үшін істелді. Одан да сіз Алла тағаланың алдында сұраласыз. Сол үшін де ғұламаларымыз не дейді? Адам өзімен сондай мәміледе болу керек дейді. Таңертең өзіне міндеттер жүктеу керек, күндіз өзін бақылау керек, кешке өзінен есеп алу керек дейді. Так, бүгін не істедің? Таңертең өзіңе мына нәрселерді міндеттеп едің. Соны орындадың ба, орындамадың ба? Не үшін орындамадың деп. Және егер есебіңіз дұрыс болмаса, онда адамның өзін жазалауы дейді. Яғни сіз өзіңізді садақа беруге міндеттеу арқылы, немесе оразаға міндеттеу арқылы, сондай бір шариғат рұқсат еткен жолмен өзіңізді кішкене жазалап қолға алмасаңыз, онда басқасынан пайда болмайды. Сіз мысалы біреуді жұмысқа алатын кезде бірінші жұмысты таныстырасыз, келісім шартқа қол қоясыз. Одан кейін жұмыс барысында оны бақылайсыз, видеокамералар қойып тастайсыз. Және соңында одан отчет сұрайсыз. Қане, есебіңді алып кел, не істедің деген сияқты. Адам да өзімен сондай мәміледе болу керек. Яғни әрдайым өзіне қатысты да пікір жүргізіп тұру керек. Не істеп жатырмын? Жағдайым қандай, халім қандай, Алламен мәмілем қандай, Алламен қарым-қатынасым қандай, ағайын туысқаныммен қарым-қатынасым қандай, ата-анаммен қарым-қатынасым қандай, көршілеріммен қарым-қатынасым қандай, бала-шағаммен қарым-қатынасым қандай. Мен не істеп жүрмін өзі? Ертең тура осы халде Алла тағаланың алдына барсам, жағдайым қандай болмақ? Мен Алла разы болатын жағдайдамын ба? Немесе түзететін, дұрыстайтын дүниелер көп пе? Адам әрдайым пікірлеу керек. Демек, пікірлеу біріншісі Алла тағаланың нәзіл еткен аяттарына болу керек. Яғни сіз Құранды оқыңыз, Құранның тәпсірін оқыңыз, аяттарды оқып пікірлеңіз. Екіншісі, төңірегіңізде Алла тағала жаратып қойған дүниелер бар, соған қарап пікірлеңіз. Және үшіншісі, өзіңізге қатысты, өзіңіздің міндеттеріңізге қатысты, құқықтарыңызға қатысты, Алла тағаланың алдындағы жағдайыңызға қатысты пікірлеп, ой жүгіртіп, содан нәтиже шығару қажет. Сол кезде біздің жағдайымыз дұрысталады. Алла тағала баршамызды әрдайым өзін зікір еткен және әрдайым пікірлеу құлшылығын да қоса атқарған ақыл иелерінен етсін. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк.
Инстаграмда. Жоқ, біткен қазір андай завершить етіп сразу поделиться ете салу керек. Поделиться деп тұрады, поделицаны баса салу керек, иә. Сақталып қалады. Мынандайды басса, жанында тұрады. Өшеді, завершить деп. Сол кезде поделиться етіп, соны басып жіберу керек сразу. А то жоғалып кетеді да. Өшіре салыңыз. Ана жақта бітті бұны. Қарап.